Менің атым Александра. Мен Қызылордада туылдым. 14 жастан бастап мен қазақша сөйлесіп жатырмын. Ол қалай болды? Мен 14 жасымда Қызылорда облыстық филармониясына жұмысқа келдім. Анда ансамбльде қыздар тек қана қазақтар болды. Мен жалғыз орыспын. Біріншіден олар менімен орысша сөйледі, тырпыр деп. Сосын айтты: біз неге тек қана сен үшін орысша сөйлесіп жатырмыз? Болды, қой, біз сенмен орысша сөйлемейміз, сен қазақша үйрен. Мен оларға келіп біріне привет, қазақша айт, біз түсінбейміз. Осылай практикамен мен қазақша жаттап алдым. Білмеймін, жарты жылдан, бір жылдан. Сосын мен анда 7 жыл қазақша би билеп, сосын Астанаға келіп, осында да 7 жыл қазақ биледім.